Мынау бұрынғы пайғамбарларға, енді бұрынғы қауымдарға, Исраил ұрпақтарына пайғамбар жіберген, сол пайғамбарлардың бірі Яхия пайғамбар. Яхия пайғамбарға 5 нәрсені, 5 амалды жібереді, 5 амалмен бірге, 5 мысалмен бірге жібереді. Сонда Яхия пайғамбар өзінің қауымына айтып жатыр. Біріншіден дейді, Аллаға серік қоспаңдар дейді. Қауымына айтып жатыр. Аллаға серік қоспаңдар дейді. Аллаға серік қосудың мысалы дейді. Аллаға серік қосудың мысалы дейді. Бір адам дейді, өзінің ақшасына базарға барады да құл сатып алады. Базарға барады да құл сатып алады. Ол құлды не істейді? Киіндіреді. Сіз құлыңыз ғой, құл сатып аласыз да, оны киіндіресіз, оны ішкізесіз, тойғызасыз да, өзіңіздің жария дейді ғой, өзіңіздің күңімен оны үйлендіресіз. Оған қатын алып бересіз, былай айтқанда. Оны үйлендіресіз. Оған жұмыс бересіз. Ол не істейді? Тапқан табысын апарады да сіздің дұшпаныңызға апарып береді. Сіз сол құлдан разы боласыз ба дейді ғой? Разы боласыздар ма? Соны үйлендірдің, сатып алдың, жұмыс бердің, ішкізіп атсың, жегізіп атсың да, бірақ тапқан табысын саған емес, сенің апарып дұшпаныңа беріп атыр да. Соның мысалы сияқты дейді да. Аллаға серік қосу. Алла сені жаратады, саған үй береді, жұмыс береді, бала-шаға береді, денсаулық береді, рызық береді да. Сен рызықты апарасың да, дұшпаныңа бересің да, басқа бір шайтанның жолына бересің да. Алла сенен қалай разы болсын дейді да, көрдіңіз бе? Екіншісі, намаз қылуды өсиет етіп жатыр дейді да Яхия пайғамбар. Намаздың мысалы дейді, мынаған ұқсайды дейді. Бір адам бір патшаның алдына шығады дейді. Президенттің алдына шығу оңай емес қой енді. Президенттің алдына шығады дейді. Президенттің алдына шыққан кезде өзінің қажеттілігін айтады дейді. Я патша, кредиттерім бар еді, квартирада тұрам, үйім жоқ еді, баспанам жоқ еді, анау-мынау деп патшаға өзінің уәжін айтты дейді. Енді патша басын бұрып саған қарап, сенің мұқтажыңды кетіретін кезде әлгі адам жан-жағына қарап, алаңдап, анда қарап, мыңда қарап тұрған кезде патша оның не дейді? Мұқтажын өтемей қояды дейді. Намаздың мысалы да сондай дейді. Сіз намаз оқып тұрсыз да, намаз деген не ол? Аллаға жақындау, Алламен байлану. Сіз Алланың алдына байланып тұрасыз да, Алла сіздің қажетіңізді берейін деп тұрған кезде ойыңыз жан-жақта дүниені ойлап тұрасыз. Ананы ойлап тұрасыз деген сияқты ғой, көрдіңіз бе? Ойыңыз жан-жаққа бұрмаланып кетіп жатыр да. Алла ол құл не дейді? Ол патша ол адамның мұқтажын кетірмей қояды дейді. Неге? Алла мұқтажын кетіріп, енді назарын әлгі құлға қараған кезде, бүйтіп жан-жаққа назар аударып тұр дейді да. Патшаны елемей тұр ғой, былай айтқанда. Ол патшадан не істейді? Оған бермейді дейді одан кейін. Одан кейін ораза ұстауын айтты дейді. Оның мысалы дейді, ораза тұтқан адам дейді, өзінің жаңағы үстіне киетін сауыт бар ғой, сауытын киіп алып, қару жарақтарын алып, соғысқа шыққан адамның мысалы сияқты дейді да. Ешқандай дұшпанның оғы оған өтпейді дейді. Ораза мысалы. Ораза адамға қалқан деп бекерден бекер солай айтпайды ғой. Ол саған қалқан болады дейді. Кейін садақа беріңдер деп айтты дейді. Яхия пайғамбар өзінің қауымына айтып отыр, садақа беріңдер. Жаңа айттық, садақаның мысалы мынаған ұқсайды дейді. Бір адам дұшпанның қолына түсіп қалды дейді, құлдыққа. Өлтірейін деп жатыр, дарға асайын деп жатыр, басын кесейін деп жатыр. Дұшпанның қолына түсіп қалды. Сол кезде әлгі құл болып қалды да, құл болып қалдың, дұшпанның қолына түсіп қалдың, құл болып қалдың, өлтірейін деп жатыр. Сонда әлгі дұшпанның айтасың, ей дұшпан, маған мүмкіндік бер, мен осы жерде жұмыс істеп күніген тапқан табысымды саған беріп отырып, мені осылай құлдықтан мені азат ет дейді. Садақаның мысалы осылай дейді да. Сіздің басыңыз кетейін деп тұр да, немесе мойныңызда жүк тұр, дарға асылайын деп тұрсыз. Берген садақаңыз сізді сол нәрседен құтқарып алады дейді да. Көрдіңіз бе? Сіз ана жұмыс істеп, жаңағы айлығыңыздан жұмыс істеп бересіз да, сол былай айтқанда бәле ғой енді, ол дұрыс па? Бәле. Дұшпанның қолына түсіп, дұшпаннан жеңілу бір бәле. Дұрыс па? Бір азап. Дұшпанның сені өлтіруі бір азап. Сол былай айтқанда сондай бәледен сені суырып алып шығады деп жатыр ғой садақа. Мынау қылыш мойныңда тұрса, берген садақаң сол қылышыңнан құтқарады деп тұр. Сол садақа берудің абзалы.
Кейін Алла Тағаланы зікір етіңдер деп өсиет етті дейді. Алла Тағаланы зікір етіңдер деп өсиет етті. Ол Алланы зікір етудің мысалы дейді. Мынаған ұқсайды дейді. Bir адам дейді, bir топ адам өздеріне лайық бір неде тұрады дейді. Жаңағыдай қамал дейді ғой, қамал. Өздеріне лайық бір үйде тұрады, сол қамал бар дейді, ол қамал бар дейді. Оның жақын жерінде дұшпандары бар дейді, өздерінің дұшпандары бар дейді. Дұшпандары қамалға дейін келеді дейді. Бірақ дейді, бірақ бұлар қамалды оларға қатты жауып қойған, олар өліп қалса ол қамалдан өте алмайды дейді. Көрдіңіз бе? Яғни дұшпан кім ол? Біздің дұшпанымыз кім ол? Кім? Шайтан. Одан кейін нәпсіміз. Сен әрдайым зікір етіп жүрген адамды шайтан қамал ала алмай қалады екен ғой, сізді азғыра алмай қалады екен. Сіздің тіліңіз әрдайым зікірмен арпалысып жатқан кезде шайтан уже сіз уақытыңыз жоқ қой шайтанға алдануға. Бос адамды шайтан азғырады. Сіз бос отырған кезде шайтан өсек айтқызады сізге. Бос отырған кезде арам нәрсе ойын алып келеді да. Бос болғаннан кейін бір нәрсеге кете бересіз да. Егер тіліңіз зікірде, өз қолдарыңыз, аяқтарыңыз таза еңбекте болса, шайтан сізде не дейді? Ешқашан азғыра алмай қалады дейді ғой. Осы 5 нәрсе.